Ассалаумағалейкум көрермендер. Демалыста барлық саяхатшылар ақшаларын үнемдегісі келеді. Осының өзінде жақсылап көңіл көтергісі келеді. Біз әртүрлі елдерде $1 сатып алуға болатын заттардың тізімін құрдық. Олай болса, кеттік. Вьетнам. Азия елдерімен саяхаттауды ұнататын адам Вьетнамға келгісі келетіні белгілі. Бұл елде вьетнамдық доңды пайдаланады. $1 айырбастасаң, саған тиісінше $23.450 береді. Бұған сен 2 тостаған сүт пен кофе, 1 тәлігі сорпа және де 7 литр тазартылған су, немесе 2 бокал пиво аласың. Тағы да бұл ақшаға 24 сағатқа велосипедті жалға алуға болады. Немесе кір жуатын жерге барып, бірнеше киімді жуып алуға болады. Азия елдерімен саяхаттауды жалғастырайық. Кезекте Индия. Бұл елде қолданысы рупия. $1 78 рупияға тең. Калькуттада бұл ақшаға тойып күріш жеуге болады. Әртүрлі соустармен және дәмдеуіштермен. Сізді ресторанға апаратын такси де $1 болады. Шамамен 46 рупияға бір үлес хали алуға болады. Ұлттық тамақ. Ішінде ет, күріш, дәмдеуіштер мен көкөністер болады. Бір қорап темекі де осынша ақша тұрады. Шаштараздан шаш алдыртуда 1 литр пепси де осынша ақшаға тең. Қытай. Қытайда ең арзан тауарларды табуға болады деп саналады. Бірақ $1 бұл елдің қонақтарына олай емес. $1 6 юань. Тамақтан бұл елде бір үлес ет пен күріш алуға болады. Немесе үлкен үлес кәуап, яғни шашлык, бірақ шошқадан. 3 литр ішетін су мен 600 мл сүт және де 1,5 кг банан 6 юань болады. Тағы да туристке бұл ақшаға 6 рулон бумага сатып алуға болады. Және $1 сен такси, автобус, метроны қолдана аласың. Жапония. Жапонияны туристарға арзан қала деп айта алмайсың. $1 135 тен. Бұл ақшаға көп нәрсе сатып ала алмайсың. Жапонияда тауардың бағасы салықсыз жазылады. Егер бағасы 100 йен деп тұрса, турист 105 йен төлейді. Тамақтан бұл елде туристер ұлттық тамақтан ғана ауыз тия алады. Және автоматтан 1 тостаған кофе ала алады. Салыстырсақ, 0,5 литр Кока-Коланың өзі 150 йен тұрады. Филиппины. Филиппины елінің туристік қызметтері дамыған деп саналады. $1 бұл елден 54 филиппиндік песо аласың. Бұл сомаға сен қуырылған ет, 4 пончик немесе үлкен үлес күрішке тапсырыс берсең болады. Ішуге 4 литр ауыз суы немесе 1 тостаған кофе. Қызметтерге келетін болсақ, $1 аяққа массаж алуға, ер адамның шашын алдыруға және 2 километр таксимен жүріп өтуге болады. Канада. Канадада саяхаттау рахат болғанмен ол өте қымбат ел. Канадалық доллар ақш елінің долларына кішкене ғана жетпейді. Бір ақш доллар 1,29 канадалық долларға тең. Бұл ақшаға бір органикалық алма, бір банка консервіленген горошек, немесе жүгері, немесе капуста 5 чеснок алсам болады. Жақындарыңызға сәлем жолдағыңыз келсе, тегін Wi-Fi бар жерден жолдаңыз. Себебі $1 тек 5 минут телефонмен сөйлесуге болады. $1 аз ақшаға 1 литр жай су сатып алуға болады. Австралия. Ішкі өнім жағынан 177 елдің ішінен 4-ші орында тұр. G20 әлемдік экономикалық топтың ішінде де австралиялық ең қымбат. $1 1,47 австралиялық долларға тең. Сондықтан телефонмен сөйлесудің өзі қымбат шығады. Долларға 1 минут телефонмен байланыс алуға болады. Немесе өз бағыңызды сынап, $1 лотерея билетін сатып алып, 2 апталық турға ақша ұтып алуыңыз мүмкін. Тек сәттілігіңізге байланысты. Осымен біздің $1 әртүрлі елде не сатып алуға болады деген тақырыптағы видеомыз аяқталды. Бұл сұраққа жауап алды деген ойдамыз. Ал біздің Қазақстанда $1, яғни 467 теңгеге не сатып алуға болады? Комментарийге жаза кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Басқа да видеоларымызды көріп, бағалауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.